Тамшырақ каналына қош келдіңіз. Менің есімім Нұрбақыт, побегімнің аты Едіге. Қазір 2 жас 3 айда. Мынау Едіге. Осы каналда бала тәрбиесі жайында көп әңгіме қозғайтын боламыз. Жайғасып отырыңыз. Ал кеттік. Бала тәрбиесі жайында әңгіменің бастамас бұрын ең бірінші осында міндетті түрде баламен айналысу керек деп есептеймін өз басым. Баламен қалай айналысамыз? Көптеген ата-аналар белгілі бір курстарды оқиды. Сол курстарда оқыған ата-ананың бірі менмін. Яғни бұл жердегі менің оқыған курсым ол оң үлгі әдісі деп аталады. Бұл әдіс барысында мен ең бірінші өзімді тәрбиеледім. Бала тәрбиесіне келген кезде ең басты қағида бұл өзіңді қайтадан тәрбиелеу. Қазіргі методикалар балаларды ұруға болмайды, балаларға ұрсуға болмайды, айқайлауға болмайды деген осы қағидалармен алынып жүреді. Өзіңді тәрбиелеу деген ол қалай? Яғни біз өзіміз қалай тәрбиелендік, тура соны балаға қайтадан берудің қажеті жоқ. Неге десеңіз, өйткені қазіргі барлық тәрбиелеудің формалары баланы ұру, балаға ұрсу, айқайлау және де оған күш көрсету деген қозғалыстарды мүлдем пайдалануға қарсы. Неге десеңіз, оның ешқайсысы жұмыс жасамайды. Сіз балаңызға айқайлайсыз, балаңызға күш көрсетесіз, ол одан сайын хаос жасайды, одан сайын ол көтеріледі, одан сайын оның мазасы кететін болады. Сондықтан барлық зерттеулердің нәтижелері бойынша балаға айқайласаңыз, оған күш көрсетсеңіз, ол ешқандай сабақ үйренбейді деп атайды. Мен қоса, сіз балаңызға сізге қандай қатынас жасады, сіз соны балаңызға қайтадан көрсететін болсаңыз, ол ертең өз баласына да тура сондай қатынаспен жұмыс жасайтын болады. Яғни бұл ретте айқайлап, балаңызға айқайлай беріп, оған күш көрсетіп, оны ұрып, соғып, оған белгілі бір сабақ үйреткіңіз келетін болса, ол тура соны кішкентайынан көргендіктен, ол тура соны өзінің баласына да трансляциялайды. Яғни оған айқайлайды, оған ұрсады, ал өз кезегінде сол сіздің немереңіз болып табылатын бала өзінің баласына, яғни сіздің шөбереңізге тура соны көрсететін болады. Сөйтіп ол белгілі бір бітпейтін тұйық жүйе болып қалады. Сол циклды бұзу мақсатында қазір көптеген ғалымдар жұмыс жасап жатыр. Сол ғалымдардың зерттеу нәтижелерінің көптеген басқа да тәрбиелеудің формалары пайда болып жатыр. Соның бірі оң үлгі болып табылады. Оң үлгі тәсілі кезінде сіздегі ең бірден бір жасайтын дүниеңіз ол өзіңізді қайтадан тәрбиелеу. Өзіңіз сізге айқайлап, сізге күш көрсетіп, сізден бір нәрсе талап ететін авторитарлы жүйеде өскен болсаңыз, сіз соны жоққа шығарып, оны тоқтатып, өзіңізді қайтадан тәрбиелеп, ой түйсігіңізді өзгертуге тырысасыз. Яғни бұл жерде айтатын ой түйсіктің өзгеріс ретінде эмоционалды интеллект деген ұғымды кіргізу керек. Яғни бұл жерде бізді кішкентай кезімізден бастап бізге жылауға болмайтын, ашулануға болмайтын, ренжуге болмайтын, яғни бүкіл эмоцияларымызды біз басуға міндетті болдық. Бізді солай тәрбиеледі. Өйткені ата-аналарымыздың ата-аналары оларды солай тәрбиеледі. Сондықтан олар бізден де тура соны қалады. Бірақ барлық жаңағы зерттеу нәтижелері бойынша сәтте оның барлық жұмыс жасамайды. Керісінше ол баланың өсіп-өнуіне, белгілі бір жетістіктерге жетуіне өте қатты зиян тигізетін болғандықтан, қазіргі сәтте ешқандай айқайсыз, тек қана түсіндірме жол бойынша, махаббатпен шектеулер қою бойынша ғана баламен қатынас жасауға шақырады. Осы оң үлгі әдісі кезінде сіз эмоцияларыңызды өзіңіз қабылдауға тырысасыз, солайша баланың да эмоцияларын қабылдайсыз. Яғни белгілі бір жағдай болды, бала шашты, сіз оған ашумен жауап қайтарасыз,
сіз оған айқайлайсыз, ол бұдан сайын хаосқа айналып кетеді. Сондықтан бұл ретте сіз ашуланып тұрғаныңызды қабылдайсыз, сол ашу энергиясын басқа бөлек бір затқа жұмсайсыз. Немесе белгілі бір іспен айналысасыз, сол ашудың энергиясын сонда жұмсайсыз, ол белгілі бір затты жасап шығаруға деген бір үлкен көмек болып табылады, яғни белгілі бір жаңа тың дүниені жасауға да көмектесе алатын болып табылады. Сондықтан да ашулану ол табиғи сау болып қалып, белгілі бір шашылған дүниені көресіз, шашылған затты балаға айқайлап, немесе оны ұрып соғудың қажеті жоқ. Керісінше оған белгілі бір байсалды, сабырлы дауыспен төмен келіп, тізесіне қарай, оның деңгейі, көзінің деңгейіне қарай төмен тізерлеп отырып, оған айтасыз, түсіндіріп, жаймен түсіндіресіз. Яғни бұлай жасауға болмайды, біз бұлай жасаймыз деп альтернативалық нұсқаны көрсетесіз. Яғни бұл жерде оң үлгі әдісі, айта кететін жайт, бұл жерде сіз бүкіл шектеулерді махаббатпен, жақсы көрумен айтасыз, сол шектеулерді орындауға жол көрсетесіз, бағыт бересіз. Яғни оң үлгісі бұл жерде бүкіл нәрсені я деп айтпайды. Яғни мынаны бұз, мынаған қауіпті нәрсеге деп үйтіп ондай қағида емес. Ол керісінше бүкіл баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, баланың махаббатта өсіру үшін көмектесетін белгілі бір жаңағы зерттеу нәтижесі, алгоритм десеңіз де болады. Жаңағы тоққа бір нәрсені тығып жатыр, бір үшкір нәрсені тығып жатыр. Сіз соны байқап қалдыңыз, бірден сіздің реакцияңыз ай жоқ болмайды деп айқай болмауы тиіс. Өйткені тура сол сіздің айқайлаған реакцияңыз ол балаға, бала біріншіден шошып қалуы мүмкін, екіншіден менің ата-анам маған көңіл бөлді, яғни тура келесі жолы да мен тура осыны жасасам, ол маған тағы да көңіл бөледі деп ойлайды да, ол тура сол тоққа қайтадан келесі күні міндетті түрде тағы да тура соны жасайтын болады. Себебі баланың миы сізден көңілді қалайды. Сондықтан сіз көңіл бағана бөлдіңіз, сөйтіп айқаймен, қандай айқайлы көңіл болсын, немесе сіз жақсы көріп оған көңіл бөлсеңіз де, баланың миы сіздің жаңағы көңіл бөлгеніңізді жаттап алды да, келесі жолы соны міндетті түрде қайтадан қайталайтын болады. Яғни бұл жерде бала сол тоққа бір үшкір нәрсені тығып жатты делік, сіз оған жақын келіп, біз олай жасамаймыз, тоққа тығуға болмайды, ол қауіпті деп осындай байсалды дауыспен, оның деңгейіне, көзінің деңгейіне түсіп, байсалды дауыспен айтсаңыз, ол келесі жолы оны жасамайтын болады. Яғни сіздің балаға деген үлгі бола білуіңіз баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, біріншіден, екіншіден, ертең өзіне сенімді, махаббатпен өскен, оны барлығы жақсы көретін, оны бағалайтын тұлға ретінде қалыптастыруға көмектеседі. Өзімнің тәжірибеммен бөлісу себебім, осы видео мүмкін сізді итермелер. Мүмкін сіз осы видеодан кейін шабыт аларсыз. Мен жасап жатқандықтан сіздің де қолыңыздан келетінін айтқым келіп отыр. Сондықтан да осы видеоны түсірген болатынмын. Егер видео осы сізге пайдалы деп есептесеңіз, сізден лайк басуыңызды және де каналға тіркелуіңізді сұраймын. Тамашалағаныңызға рахмет үлкен. Келесі кездескенше.